Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін Жәнібек, Мария және Жандос сіздер осы сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасуға келіп жатқандарыңызға қуаныштымын. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, қалыңыз танысқаныма қуаныштымын. Жақсы, шүкір, жайлап. Енді бүгінгі подкастымыздың тақырыбы жер сілкінісі туралы. Жер сілкінісі қазіргі уақытта жиілеп кетті. Осы неліктен осындай құбылыстар болып жатыр? Осы туралы пікірлеріңізді айтып жіберсеңіздер. Негізі енді жер сілкінісі бұрыннан келе жатқан табиғаттың жаратылысы ма деп, бірақ бұрын өте аз болатын. Бұл жер астында өзгерістер, құбылыстар болып жатыр деп білдіреді. Мына қазіргі уақытта жер сілкінісінің көбейіп кеткені, мысалы біз енді қазір біліп жатырмыз ғой, зерттеп оқып, біз 12 мың жылдық циклға кірдік. 12 жылдан 24-тік циклға кірдік. Ғарыштық энергияның, ғарыштық күн жүйесінің сәулесінің жердің ядросына әсер етіп жатқаннан жер сілкінісі көбейіп кетуде деп енді өзім сөйтіп түсініп отырмын, зерттеген соң біліп отырғаным. Ол тек мемлекетте болып жатқан жоқ, бүкіл жер бетінде болып жатыр. Мысалы, бұрын 2000-шы жылдары жылына 6 балдық жер сілкінісі жылына бір-ақ рет болса, қазір деген 6 балдық жер сілкінісі күнделікте бірнеше рет болады. 4-5 балл деген норма болды. Ол негізі енді СМИ-да көп көрсетпейді, енді өзіміз мына интернетқа кіріп көріп жатырмыз ғой. Фактылар, қандай жер сілкіністері болып жатқаны, күшейіп келе жатқаны, балдары үлкейіп келе жатқаны. Сондықтан да себебі сол деп біліп отырмын енді мен. Енді қазіргі уақытта осы жер сілкінісін әсіресе сезіп жатқан аймақтар бар. Осы неліктен сол именно сол аймақтарда көбірек болады? Бұның да бір себебі бар шығар. Қалай ойлайсыздар? Мысалы, Қазақстанда көбінесе Алматыда болады. Бұның себебі неліктен? Бұл тектоника жер қыртысының плиткаларына байланысты. Негізі мен бүгін статистиканы қарадым да, енді для интереса кіріп. Алматыда бір айдың ішінде 80 жер сілкінісі болыпты. Ең жоғарғысы 4-6, қалғандары 4, 3-4, 2-ден төмен. Оны біз даже байқамайды екенбіз де. Соған уже үйреніп қалдық па. Ал статистика бойынша ойлап қарасақ сұмдық қой енді. 80 жер сілкінісі тек қана Алматының өзінде болған. Енді сол біз өзіміз орналасқан жеріміз сол тектонический плиткаларға байланысты ғой, жердің қабыршығына жақын орналасқаннан. Сондықтан Алматы, біздің Қазақстан бойынша, мысалы, оңтүстік шығыс, оңтүстікте Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Шымкент, Жетісу өте сондай тектонический плиталар деген қазақша қалай жеткізсем екен, өте жақын орналасқан екен. Оны еще фактілер дәлелдейді, өйткені жаңағы интернетқа кіріп қарасақ, бұдан бұрында бірнеше жылдары осы аймақтар жер сілкіністері болған екен, бірақ сондай жиі емес. Қазір енді ол қайталанып, күшейіп болып жатыр. Күшейіп, қайталанып, жер сілкінісі болып жатыр. Жалпы осы жер сілкінісі айтып отыр ғой, 12 мың жылдықта қайталанатын құбылыс жердің ядросына сәуле арқылы, ядрода сәуле түскендіктен магмалардың қозғалысы жүреді дейді ғой. Одан кейін қазіргі уақытта мұхиттарда пластиктің де әсері мұхиттегі нелердің бәрін жауып қалады да, тыныс алу, ядроның тыныс алуы қиындайды. Ең қауіпті жаңағы аймақтарда негізі жойқын сейсмикалық оқиғалар осы тарихта бірнеше рет болған бізде. Мысалы, 1887 жылы Верный жаңағы жер сілкінісі, сосын 1911 жылы Кемен жер сілкінісі болған осы біздің Алматы облысында. Енді ол өзінің уақытымен жаңағы ғалымдар айтады ғой, 250 жыл, сосын қатты жер сілкіністер болып тұрады деп. Осы соңғы жылдары тек
көп ғалымдар түсінбей жатыр да неліктен осылай көбейіп кеткенін. Тек біздің осы ученыйлар, алатырының ученыйлары соны зерттеп, осы докладтары бар, соны зерттеп оқығысы келетін адамдарға неліктен осы жаңа кім жандос уже айтып бастап жатты ғой, Мария ханым, каждый 12 мың жылдық жаңағы бізде излучение, қазақша қалай еді, сәуле, Ғарыштан сәуле. иә, ғарыштан сәулесі, ну, сол причина неліктен болып жатқаны, жер сілкінісі не үшін көбейіп жатқанын, еще дополнительно біздің өзіміз жаңа суды ластап, микропластикпен океандар бәрін ластап, ну, адамның өзінің жаңа ластау қолымызбен өзіміз улап жатырмыз да, бүкіл экология, суды, ауаны, даже қазір уже ученыйлар осы жақында айтып жатыр ғой, даже біздің денсаулығымыз, біздің миымызда бір даже қасық микропластик бар деп өлшемде айтқанда. Енді осы жер сілкіністерінің себептері сол маңайда тектоникалық трещина болады, иә, жердің. Сондықтан да сол жерде көбірек жаңағы білінеді, иә. Енді қазіргі уақытта басқа да ешқашан жер сілкінісі болмаған жерлерде жер сілкінуі мүмкін бе? Біз енді бір жер бетінде тұрамыз ғой, ядрода бір мысалы жердеші. Сондықтан жаңа енді мына достарымыз айтып жатыр ғой, келетін жаңағы күн жүйесінің ғарыштық әсері ол үлкен энергия. Біздің энергияны ол ядроға әсер етіп, ядроны қыздырып жатыр. Ядроның тепе-теңдігі бұзылды, ядро қызып жатыр. Сондықтан да ол бүкіл кез келген бұрында болмаған жер сілкінбеген мемлекетте болуы мүмкін. Ойламаған жерден болуы мүмкін. Өйткені сол ортақ ядро жердің астындағы. Яғни кез қауіпті болып тұр. Форумда айтылды ғой, Марокко мемлекетінде жетіп алдық па, сондай сілкініс болды, 6 алдық па. Сол жерде жаңағыдегі Марокко елінде, ол жерде мүлдем негізі бұрын болмаған екен ғой, негізі жер сілкінісі. Форумда сол жерде айтылады. Форумда еще айтылған ғой, жаңа Марста да жер сілкінісі, вообще өлген планета деп ойлаған планета қазір күшейіп келе жатыр дейді, жер сілкінісі. Осы соңғы 10 жылдың ішінде Марс планетасы. Иә, негізі мына күн жүйесіне жақын, мына жерге жақын планеталардың бәрінде осындай ядроларында өзгерістер болып жатыр. Ол тек қана біздің жерге әсер етпейді, бүкіл сол біздің айланамыздағы жақын планеталардың бәріне әсер етіп жатыр ядроларына. Сол планеталардың бәрінде осындай өзгерістер болып жатыр. Ол тек қана жер сілкіні емес, су тасқыны, урагандар, цунами бәрі қозып жатыр, күшейіп жатыр. Сол соңғы уақытта Ресейде Камчатка аймағында көбірек жер сілкінісі болды, иә. Оның артынан тоқтаусыз автошоктар болды. Енді осындай үлкен магнитудадағы жер сілкіністері кейінгі уақытта қай өңірлерде болды? Мына информацияларды қарап көрдіңіздер ма? Интернетте шығып жатқан жаңалықтардан байқадыңыздар ма? Қай жақтарда болып жатыр қазір соңғы уақыттарда? Соңғы уақытта осы Вьетнамда болды ғой, Вьетнамда жер сілкінісі болды. Одан кейін жаңағыдай Камчаткада 8,8 балл көрсеткішпен болды. Бұл жер бетіндегі жаңағыдай жер қимыл енді күшейе түседі одан сайын. Бұл өте қауіпті нәрсе. Жалпы ғалымдар бұған назар аударып ұсынып отыр жаңағыдай жер бетіндегі адамдарға. Яғни Камчаткадағы жер сілкінісі бұл 8,8 болып есептелініп жатыр ғылыми түрде. Бұл өте қауіпті фазаға ену деп жатыр жалпы. Бұл бұдан сайын бұл бастамасы жалпы да. Ал ол жерде мысалы елді мекен аз жерде болды. Үлкен аймақтарда, қалаларда болса, ол 8 балдық нәрсе, ол жерде тірі адамның қалу өте қиын болады. Одан кейін бұл жағдайда бір мемлекеттің өзі қолынан еш нәрсе келмей қалады да, аяқ астынан болған жағдайда. Бұған яғни әрдайым адамдар психологиялық тұрғыда да паникаға түседі бірдесінен болған кезде. Мысалы осы жақын уақытта біздің Шымкентте болды жер сілкінісі. Түнде сағат 3-те ма 1-де ма болды. Мен как раз оянсам жер сілкініп жатыр да. Сақырлап отыр. Кейін уже соткамды ашсам жер сілкінді дейді да. Яғни бұндай нәрсе шынында да өте бұрындары осы кішкентай кезімізде бұндай нәрсені естімегенбізде. Жер сілкінді дейді, бірақ тек қана жаңағыдегі люстрамыз сәл қимылдайтын болды қоятын. Қазір бүйтіп бір нәрсе жүгіріп өткен сияқты қимылдаған кезде
жүрегің су ете қалады, қорқып кетесің да. Осыдан 24-ші жылда тура сондай жағдайды мен өмірімде бірінші рет қатты сезіндім. Кәдімгі бір Шымкенттің өзінде сондай 4 балдық па, сондай 3 балдыққа сіркінді. Сондай бір нәрсе жүгіріп өткендей болды да. Жалпы қорқыныш та бұл уже адамдардың, сол кездегі адамдардың жаңағыдегі интернет ашып қарасаң, мысалы, қалаларда тұрып жатқандар бәрі жоғарғыдағы этаждан бәрі жерге төменге қарай түскен да, қорқыныштан. Яғни үлкен қалаларда осындай нәрсе болған кезде бұның салдары да өте қауіпті болады. Жаңағыдегі адамдар не істерін білмей үлкен паникаға түсіп, қиын жағдай десек болады. Жалпы адам бұндай нәрсеге психологиялық тұрғыда да дайын болу керек сияқты бұл нәрселердің. Өйткені қазір жер сілкінісі қайта ғылыми түрде бұл дәлелденіп, уже докладтар шығып жатыр. Осы біздің Элан Чалгихан деген доктор ғалымымыз жаңағыдегі ғылыми түрде үлкен доклад шығарып жариялады. Осы Сібір пленумының үлкен жер бетіне үлкен қауіп екенін адамзатқа ескертіп айтылды. Бұның ғылыми түрде дәлелдеп, жаңағыдегі концепциясын жасап шығарып қойды. Элан Чалгихан доктор ғалымның айтуы бойынша, яғни Сібір пленумы адамзат үшін өте қауіпті болып тұр. Камчаткадағы болған жер сілкінісі негізі сол Сібір пленумымен қиылысына, жаңағы тектоникалық аймақтарына жатады екен. Соның сол жаңағыдегі Сібір пленумы Австралия материгінде үлкен аймақты алып жатыр қазіргі уақытта, дәлелденіп отыр да. Яғни жаңағыдегі Сібірдің өзінде көптеген мұздық астындағы ыстық су ағуы, үлкен суық жерде сондай 1 метрден, жаңағыдегі 2 метрден ыстық судың шығуы, бұл яғни магманың жақындап келе жатқандығының айқын көрінісі негізі. Жалпы бұл адамзат үшін өте қауіпті болып тұр ғой. Яғни бұл адамзат бұдан шығатын жолды тауып және көрсетті ғой бізге. Ғылыми түрде шығатын жолдары да бар бұның да. Жалпы бұны тез арада адамзат ескеріп, бұған жаңағыдегі қимыл әрекет жасамаса, біз уже кешікпей үлгереміз. Ал егерде осы адамдар, қарапайым адамдар, біз егерде ешқандай еш нәрсе жасамасақ, осы жер сілкінісін Құдайдың ісі деп қарап отыратын болсақ, біз адамзат құрып кетуден қаупі бар. Жалпы сол. Енді қазір сіздердің мына телефондарыңызда «Вулканы землетрясения» деген приложение бар, иә? Сіздер сол арқылы қарап отырсыздар ғой. Енді былтырғымен салыстырғанда биыл уже бір күнде болатын жер сілкінісінің саны көп, иә? Қазір 2000-ға жуықтау болып жатыр, иә, бір күнде. Енді жаңағы Еган Чалакиянның үндеуінде айтады, ол алдағы уақытта егерде 7 балдық жер сілкіністері көбейетін болса, уже точка невозврата деген сөз. Яғни біз қайтарымсыз нүктеге келдік деген сөз. Енді ары қарай уже бұл махавик айналып кете береді. Біз оны тоқтату бізге қиын болады деп. Осы тұрғысынан қалай ойлайсыздар? Біз енді адамзат болып осы уақытқа дейін үлгереміз ба? Қандай өз ойларыңызды айтып кетсеңіздер жалпы осы туралы. Қанша уақыт бар деп ойлайсыздар? Мысалы, қазір мысалы 2005-дің соңғы айлары, иә, бізге қанша уақыт қалды деп ойлайсыздар? Жалпы өз пікірлеріңіз. Жалпы негізі аз уақыт қалды дейді, иә. Шындығында қазіргі уақытта осы 3-4 жылдық есептеген кезде, қазір статистиканы көтерген кезде жер сілкінісі өте көбейіп тұр ғой. Жалпы 25-тің өзінде үлкен жер сілкіністер уже 3-4 мемлекетте, көптеген мемлекеттерде болып жатыр да. Біреу ашық ақпаратта кейбір айтылса, кейбір айтылмай жатыр да. Жалпы енді бұдан мынандай деп дәлме-дәл айта алмаймыз, но бірақ ғылыми түрде ғылыми прогноздар өте аз қалған адамзаттың ертерек қимылдап, бірігіп, жаңағыдегі адамзат осы жай қарапайым адамдар, осы біздің үндеуіміз бүкіл адамзатқа жететін болса, яғни үн қосып біріксе, және ғалымдар біріксе, бұның тоқтату, алдын алу процесі бар негізі. Бұның жолдарын бәрі ашық көрсетілген. Жалпы ғылыми түрде дәлелденіп, бірақ бұны қазіргі уақытта жалпы әлемді басқаратындар немесе нені
қалай айтсақ болады, бұған яғни бұл нәрсеге қатты мән бермей отыр. Яғни олар тек қана өзінің финансовый жағдайын соған қарай бұл нәрсеге, яғни өздерінің нелеріне қарап отыр десек болады жалпы адам. Ал бұны тек осы өзіміз сияқты қарапайым адамдар көтермесе, кешігіп қаламыз егерде. Шынымен де бұл өте жай бүйтіп, біз көбінесе адамдар үлкен жоғарыдағыларға тапсырып үйреніп қалған ғой жалпы адамдар. Негізгі нәрсе ол әр адам шешуші рөл атқарады жалпы. Біз сияқты қарапайым адамдардың өзі осы желіде осы мәселені көтеріп барлығы айтып жататын болса, яғни жоғарыдағылар да сол үнге қосылуға мәжбүр болады. Яғни бұл жерде енді адамдар мынанша уақыт деп айтпасақ та, бірақ ғылыми түрде шығатын жолдары да бар ғой. Жалпы адамзат бірігіп, ғылым біріктірілген кезде осы жер бетінде 200-ден астам ғалым бар дейді ғой жалпы. Мысалы қазіргі уақытта бұның әр мемлекет жеке-жеке болғандықтан бұл жерде ғалымдардың басы бірікпей отыр біріншіден. Яғни Ресейдің ғалымы, Қытайдың ғалымымен мысалы осы жер қыртысын зерттейтін мықты ғалымдар негізі бар дейді да жалпы. Бұл жер бетіне жер қимылын тоқтатуға өзінің үлесін қоса алатын ғылыми дәрежесі бір базада жұмыс жасаса, бұның алдын алуға болады негізі жалпы. Солай түсінемін мен жалпы. Негізі осылай айтылып та жатыр. Мен келісемін, сол біздің де мысалы осылай ақпарат таратып жиналып отырған себебіміз де сол ғой. Өмірімізді сақтап қалу, балаларымыздың өмірін сақтап қалу, өзіміздің өмірін сақтап қалу, осының бәрін зерттеп, адамдарға ақпаратты жеткізіп, адамдар түсіну керек. Мысалы, міне бізде қаңтарда болды ғой жер сілкінісі. Сол кезде бәрі кішкене ойланып, жан-жаққа қарап, бір кезде бір оянғандай болды да, қалай тынышталып қалды, адамдардың бәрі өз мойнына жауапкершілік алмай, ол жауапкершілік ғылымдар бар, мемлекетте адамдар бар, солар жөндейді, солар реттеп қойып, өз тіршілігімен жүріп жатыр, мысалышы. Ал негізі біз осы күнге дейін осы жауапкершіліктің бәрін сол жоғарыда отырған адамдарға беріп қойып, міне қазір осы тұтынушы формат қоғамында сүріп жатқанымыз қараңыздаршы, қандай деңгейге жеттік, мысалышы. Сондықтан да мен ойлаймын, әрқайсымыз жауапкершілікті алып, осы зерттеп, неге осылай болып жатыр деп оянсақ кішкене. Енді қанша уақытымыз бар деп ойлайсыз өзіңіздің жалпы жеке? Жаңағы 3-4 жылда бұл жеті балл деген, ол күнде бірнеше жер сілкінісі болады деген уже ақпарат, ол норма болып кетеді. Ары қаратай 8, 9, 10 деген уже норма болып кетеді. Адамдар оған сенбейді, а біздің көзіміз жетіп отыр соған. Уже сондай болып жатыр жан-жақта. 2 күн бірінде 6 балл уже норма. Сондықтан да бір шетінен қорқам, бір шетінен ойлаймын, адамдардың санасына жетеді осы деп, адамдар ойланады, біз күшімізді біріктіру керекпіз, дінге бөлінбеу керекпіз, ұлтқа бөлінбеу керекпіз, өйткені бұл проблема глобальный болып тұр. Бір жерде тұрып жатырмыз, бір жер, бір ядро, сондықтан да бір мемлекеттің ішінде бұл шешілетін іс емес. Біз адамзат болып өзіміз бірігіп, күштерімізді біріктіріп, ғалымдарға біз платформа создавать етіп беру керекпіз. Сұраныс бізден болу керек, жай адамдардан, жай халықтан. Сөйтіп, мүмкіншілік жасап беру керекпіз. Ғалымдарды біріктіріп, ғалымдар біріккен кезде, қазақтарда бар атар деген, үй салған кезде жалғыз өзін саламайсың ғой. Фундамент қалай құйылады, істейді, адамдар біріккен кезде бір демде үйді көтеріп шыға келеміз. Сол сияқты біреуде технология да бар, біреуде идея бар. Әр мемлекеттің ғалымдар қосылған кезде жаңа деген технологиялар қолданып, осының бәрін тоқтату мүмкіндік бар бізде. Бірақ бізде өте уақыт аз. Сондықтан ойлаймын, адамдарға осы ақпаратты жеткізіп, тез-тез. Негізі адамдар оянып жатыр, бірақ енді ойдағыдай көпшілік емес. Көпшіліктер ойлайды, ой, көпшілікпен бірге көреміз деп. Әбден біз үйреніп қалғанбыз ғой, миымызға құйып қойған, жауапкершілікті алмай. Басқа адамдар бар, оны шешетін, мен өзім проблемам жетіп жатыр, кредитім жетіп жатыр деп шындыққа бүйтіп қарағысы келмейді. Ал айта бастасаң ақпаратты қорқады, ол қорқатын түгі жоқ, өйткені бұдан шығатын жол бар. Сондықтан да мен сенемін, біз бұны Үміт бар ғой. бір өкініштісі, мысалы біз қазір мына жерде отырмыз, ақпарат таратып алу. Дәл осы сәтте басқа мемлекетте, басқа жер бетінде, мысалы кішкентай балалар осы апаттан өліп жатыр, жай адамдар әр минут сайын жоқ болып кетіп жатыр бұл дүниеден. Біз пока ойланып отырғанда.
біз ойлаймыз ол ар жақта болып жатыр деп, көбісі ойлайды ол біздің мемлекет қой, біз жақта болмайды ондайды, біз жақта вулкан жоқ, океан жоқ, цунами болмайды, жер сілкінісі болмайды деп. На самом деле ол бір жер болған соң, бір жерде қатты жер сілкінісі болса, ол бүкіл басқа мемлекеттерге әсер тиеді. Аяқ асты болуы мүмкін, аяқ асты. Сондықтан кез да келген қауіпті дедік қой сол. сөйлесіп отырмыз, аяқ асты жер сілкінісі 8-9 балл болып кетуі мүмкін. Мен қоса кетейін деген жаңағы бұрында мысалы 5 жыл бұрын жаңағы TikTok қараймыз, Instagram қараймыз, мынандай жаңағы анандай жерде жер сілкінісі болды, осындай балық деп көп кездесе бермейтін еді. Қазір осы жылын алсақ та, осы 25-те тек TikTok'та ашып, Instagram'да ашсаң, тек почти жұма сайын андай Афганистанда осы жақында болған, мысалы көктемде жер сілкінісі, Турцияда осы 2000 жыл еді, қатты жер сілкінісі болды. Былай қарасам көп мемлекеттерде қатты жер сілкіністер, Индонезияда болды, өте жойқын, қаншама адам дүниеден озды, қаншама кішкентай сәбилер, балалар. Соны мысалы жаңа Сібірді айтып жатыр, жаңағы 8-де 8 балл болды ғой, содан кейін одан бұрын, сол бір ай бұрын ба, андай воронковый яма дейді ғой, жерді кәдімгі көбейіп кеткен дейді, сол 2-3 жерден сол прям ойылып жер деген мынау деп атайтын еді, ямалар пайда болған көбірек. Иә, соны негізі уже ғалымдар уже зерттеу керек қой, а бізде көбіне ол болған жағдай 200 жыл бұрын болды деп ғалымдар кішкене халықты успокаивать етіп нете береді. Андай көтермейміз жоғары, халық та үндемейді, мына айтып жатыр ғой, болған болып тұр ғой деп. На самом деле негізі уже алдын ала жаңа шараларды қолдану керекпіз ғой. Хотя біздер халықтар жер сілкінісі кезінде не істеу керек екенін, соның бәрін уже информировать етіп. Мысалы біздің Орал, Батыс Қазақстанда шет жағы Орал тауының шетіне жатады. Бізде болмаған, но мына қазіргі экспозицияға қарағанда ол жер сілкінісі 2 жылдан кейін бізге де келуі мүмкін. Неге десең, бұрын болмаған жерлерде қазір болып жатыр жер сілкіністер. Тек қана батыс емес, мысалы бүкіл Қазақстан болсын, уже адамдарға алдын ала уже ескертіп не істеу керек, тревожный чемодан деген зат, соның бәрін кішкене доносить етсек, халық көп нетпей, ертең көбіне паника болған кезде адамзат не істерін білмей қалады ол өздері. Сол үшін сөйтіп ойлаймын, әрекет жасау керек деп өз ойым. Рахмет. Енді осы Қазақстан бойынша бізде Алматы қаласы өте қауіпті болып тұр ғой. Енді дәл қазір біз енді осы мәселені көп зерттеп жүргеннен кейін біліп отырмыз, ол жақтағы адамдардың өмірлеріне қауіп төніп тұрғанын, және де тез арада ол жақтан көшіру жұмыстары негізі жасалу керек, иә. Бірақ та оны айтып көтеріп, мәселені көтеріп жатқан адам жоқ. Енді волонтерлар осыны шет жағасын айтады стримдарда, жалпы бұл туралы биліктің деңгейінде, жоғары деңгейде, телеарналарда немесе биліктің кабинеттерінде айтылмайды, иә, например. Енді біз осыны көре тұра үндемей жүре алмаймыз. Сондықтан бұны қалайынан бізге не істеу керек, осы мәселені көтеру үшін қандай әрекет жасауымыз керек, өзіміздің халқымызды аман сақтап қалу үшін дәл қазіргі уақытта осыны білетін, осы шындықты түсінген адамдар не істеу керек деп ойлайсыздар? Иә, біз енді видео түсіріп айтамыз, бірақ басқа да қандай шаралар қолдануға болады? Қолымыздан келе ма үкіметке жеткізуге, осы мәселені көтеруді талап етуді? Иә, әрине, негізі жалпы негізі өте не сұрақ десек болады, өте жаңағыдегі маңызды десек те болады. Жалпы қазір яғни бір адамның өзі өмірі өте маңызды ғой, қазір адамдардың өмірі. Яғни миллиондаған Алматының қаласының өзінде мысалы 2 миллион халық бар дейді. Енді осылардың бәрін жаңағыдегі жер сілкінісі болған кезде мысалы осы біздің айтып жатқандығымыз
әрдайым мысалы кеше жақында болған болса былтыр ма Алматыда болды ғой жер сілкінісі. Сол кезде қатты бір айдай ма болып жатты. Сол кезде біраз адамдардың өзі ойланып қалды. Алматыдан көшіп, жаңағыдегі сол Алматыда біраз өмір сүріп жүрген шымкенттіктер болсын, келіп жатты да, осы студенттер болсын. Жалпы сондай қатты жер сілкінісі тоқтамай бір ай болған кезде ғана адамдар сол кезде ғана кішігірім уже ойланып басқа жақтан үй алып, Алматыда және үйлер арзандап жатты сол уақытта, этаж үйлерде тұрмай жатты, біраз адамдар жер үйге қарай көшіп жатты. Жалпы енді бұның бәрі нені көрсетеді? Бұл нәрсе ол бір жақында қайталанса, яғни тағы да қайталануы мүмкін да. Бұл көріп отқан адамдар бұны түсіну керек, чтобы әр адам бұны білу керек. Бұндай нәрсе тағы да қайталануы мүмкін екенін, одан да жоғарысы болуы да мүмкін екенін тағы да білу керек. Және осы нәрсені жаңағыдегі адамдар үнемі ақпаратта көтеріп, осы мәселені қойған кезде сол кезде кәдімгі мәселе қойған кезде уже бұның түйіні шешілетін жолдар ашыла бастайды. Жаңағыдегі ғылыми орталықтар жаңағыдегі құрылып дегендей ғой. Мысалы сейсмикалық орталықтар құрылса, жаңағыдегі зерттейтін үнемі қазір күнделікті болып жатыр ғой майда жер сілкіністер. Ол қаншалықты қай уақытта болады, кішігірім осы нәрселерге адамдарға ақпарат берілсе, тереңірек үңілсе, бұл нәрсенің ақпараты көбірек адамдарға жетсе, одан кейін барып қозғалатын шығар. Жалпы біздің осы интернетте жаңағыдегі желіде көтеріп жатқан мәселемізді тыңдаған адамдардың өзі ары қарай ізденсе, осы нәрсені көтере бастаса, бұл біртін жетеді деген ойдамын, жететін адамдарға. Қимылдауға да әрекет етуі мүмкін. Демек бізге көбірек айта беру керек қой осы туралы. Өйткені көз алдына елестетудің өзі қиын. Егер де бізде де сондай 9-8 балдық жер сілкінісі болып, бір дегенде бірнеше үй жермен жексен болып жатса, әрине жүрегін ауырады. Тіпті елестетудің өзі де қиын ғой. Сонда енді бұндай болдырмас үшін сол ең болмаса сол жақта тұрып жатқан адамдардың өздері әрекетке көшуіне итермелеу керек деп ойлаймын. Сол үшін бізге осы туралы ақпаратты да негізі жиірек айтқан дұрыс. Солай емес пе? Солай бір мысал айтсам бола ма? Айта ғой. Осы мен тұрып жатқан районда центрмен кіреміз де, сосын асфальт қой, сонда асфальт деген уже бір 2-3 жылдай болды. Уже жарылып, ана жерде машина өткенде өте алмайсың, шоқпай қатты. Сосын 1-2 адам айтады, үкімет тыңдамайды, акимат. Содан кейін осы бір ай бұрын бүкіл көше болып жиналып, бәрі подпись қойып, жиналып, бәрі акиматқа барып, мен тек 3 күннен кейін бәрін жасап жатты. Уже халық уже бәрі сөйлей бастағаннан кейін барып тек. А так бір адам не сөйлегеннен, уже көп адам сөйлегеннен кейін уже барып өзін мынаны жасау керек қой деп, бірден істеу керек деген уже мысал ретінде айтып жатқаным ғой. Яғни көп ғой. Иә, солай. Көпшілікті тыңдау, мемлекеттің өзі тыңдауға әсер етеді дейсіз ғой. Дұрыс айтасыз. Көпшілік, яғни бәрі назар аударған кезде осы нәрсеге, яғни бұл істің мәні шешіле бастайды да, уже ізденісі жаңағыдегі. Уже соны қолға алып көтергеннен кейін, яғни билікте олардың халықпен санасуға мәжбүр болады. Яғни бұл ақпаратты тыңдаған адамдар да, яғни тыңдап қана қоймай, бұл нәрсені тереңірек зерттеп, білсе, жаңағыдегі осы ғылыми ақпараттарды көтеріп, зерттесе, олар да көздері жетеді негізі. Жалпы біздің жаңағыдегі осы волонтерлік сайтта бәрі көрсетіліп, ғылыми түрде жаңағыдегі бүкіл статистиканы көрсетіп, ғылыми бүкіл дәрежесін бәрін түсіндіріп қойған негізі. Ізденетін болса, бәрі тұр, материалмен біздің сайттарымызда тұр ғой жалпы. Осы сайттардан тексеріп көретін болса, қанша тексермей-ақ жалпы қазір жаңалықтың өзі күндіге ашсаң жаңағыдегідей ғой, жер қимылы, табиғи апаттардың қатты күшеюі, өте белеңдеуі, бұның бәрі бірін-бірімен байланысты. Ол тек қана жер сілкінісі емес, жаңағыдегі желдің болуы, жаңағыдегі торнадолардың болуы, оның бәрі, мысалы, қазір қатты ыстық болып кетіп жатыр, мысалы, жаз айында бірдесінен суық болып кетіп жатыр. Бұның бәрі бірін-бірімен байланысты. Тек қана жер сілкінісі емес, бұның бәрі климаттық апаттар, яғни үлкен уже белең алып келе жатыр.
осы жаздың өзі қандай ыстық болды мысалы. Адамдардың өзі сезініп біліп жатыр жалпы климаттың қандай өзгеріске ұшырап жатқанын. Теңіздердің бәрі құрғап жоқ болып кетіп жатыр. Бұның бәрі жердің астына кіріп кетіп жатыр ертең. Бұның бәрі шыққан кезде, жоғары көтеріліп шыққан кезде сондай нәрсе болады да жалпы. Бұл уже көзбен көріп, ұстап, уже білініп жатқан нәрсе ғой, уже адамдардың осы 2-3-4 жылда ақпаратты уже бұның бәрін дәлелдеп, мысалы осы жасампаз қоғам волонтерлардың бәрі көтерді ғой осыдан 3-4 жыл бұрын, 2020-дан бері көтеріп келе жатыр да. Сол кезде басында бастаған кезде сендер қорқытасыңдар деп айтатын еді. Қазір жалпы ешқандай қорқыныш емес, нақты дәлелдермен айтылған факт екені көзіміз жетіп жатыр. Қандай нәрселердің уже болып жатқандығы, осы 2-3 жылдың ішінде болып жатқандығы, бұл уже ешқандай бір не емес, жаңағыдегі адамдардың назарын аудару емес, бұл шынайы ақпарат екенін адамдар көзі жетеді жалпы, сәл ізденсе. Енді жалпы осы климаттық апаттар кезінде осы өте көп зардап шеккен аймақтарға біз мысалы алдыңғы жылдары су тасқыны болғанда үкімет тарапынан ақша бөлінеді, иә, сондай шығынға батады. Осы климаттық апаттар яғни үкіметке шығын әкеліп жатыр, иә. Енді сол сияқты жер сілкінісі болған кезде де үлкен шығын болады ғой. Ол кезде де мысалы мемлекеттен бөлінеді ақша, иә. Енді аман қалғандарға мысалы жағдай жасалады, иә. Енді бір интернетте видео жүрді, осы көріп қалған видео бар, онда айтады, осы алдын ала қазып қойған не бар деп, братская могила болу үшін жаңағыдай үлкен жер қазып қойған, чтобы бульдозермен жер сілкінген кезде барлық адамды бірақ сол жерге жаңағы көме салу үшін. Енді бұл ақпаратты шын өтірігін білмеймін, бірақ қандай жағдайда болса да шығын болады мемлекетке, иә. Енді осы тарапынан тоже хабардар қылған дұрыс деп ойлаймын. Осы біздің беріп жатқан ақпараттарымызда осы мәселенің тоже шет жағасын қозғап өткен дұрыс. Себебі климаттық апаттар ол міндетті түрде жыл сайын көбейе береді және ол шығынға әкеледі. Бұл біздің мемлекетіміз ол шығынды әр кез сайын беріп отыруына жағдайы келмей қалуы мүмкін, иә. Сондықтан әрине жағдай қазір қиын болып тұр. Енді шынымен де енді келесі сұрағым, глубоко фокусное землетрясение деп айтады, терең ошақты жер сілкіністері. Бұның ерекшелігі қандай? Жер сілкінісінің қандай түріне жатады? Яғни бұл процесс қалай болады? Осы туралы ақпарат беріп жіберсеңіздер. Енді глубоко фокусный деп біз жердің ең терең жерінде 300 километр, 700 километр аралығында болатын жер сілкінісін жетіп білеміз. Оның негізі былай өте қатты қаупі жоқ дейді, кішкене дір ете қалады дейді, бірақ та кең жерге бәленбай 1000 километрға таралғаны кең болады. Мысалы да Маньямда жер сілкінісі болды ғой, 7,9 балл. Соның автошогы Бангладеш, Лаос, Китай, Индияда, Вьетнамда сезілді. Енді ойлап көріңіздер, автошок деген. Ол мысалы жаңағы жер сілкінісі болғаннан кейін жаңағы тектонический плиткалар орындарынан сырғиып өзгереді ғой. Сол жер беті қайтадан соны тепе-теңдікке орнына келтіруге жаңа тағы энергия бөлінеді. Оны автошок деп біз түсінеміз. Ол қанша қатты болмағанымен, ол жан-жаққа тарағаны да өте қауіпті. Мысалы бір жер сілкініп кетсе, жаңағы ғимараттарды бір сілкініп өтеді ғой, ал артынан кейін кішкене ғана автошок болса, сол ғимарат құлап қалуы мүмкін. Сол автошоктың өзінен ғана. Ол бірнеше сағаттан кейін болуы мүмкін, бір айдан бірнеше айға дейін болу қайталануы мүмкін. Жандос, қосасыздар ма? Жәнібек. Жаңағыдай автошок деп отыр ғой, мысалы бір жер сілкінісі болса, қайтадан қайталана беру, басқа аймақтарда таралу. Мысалы осы Түркияда болды ғой, мысалы өте қатты жер сілкінісі.
сол жерде мысалы тек қана Түркияның өзінде болған жоқ, бүкіл осы оңтүстік Қазақстан, Шымкент мысалы осы жаққа шейін жетті да, ол әр уақыт сол моментте сезілді бізге де әр жер сілкінісі да. Міне сол моментте қанша адам мысалы кетті да өлді, 50 мың адам мысалы бір күнде мысалы қырылып қалды. Яғни автошок ол тек қана бір жерде болмайды, барлық жақта жаңағыдегі глубоко тереңдікте болғандықтан, яғни барлығына әсер етеді ғой жер бетіндегі халыққа. Яғни бүкіл елге және бөлмей бәріне болады да, и одан кейін қайталанады. Жалпы сол мен түсінгенім. Мен қоса кететін болсам, жаңағы глубоко фокусное землетрясение деді ғой, жаңағы Мария ханым 700 шақырым жерде деп. Ол деген жаңағы біздің жаңағы айтып кеткен біздің ядроға келіп жатқан сәуле, сол қыздырып жатыр ғой біздің ядроны, біздің ғалымдар сол ученыйлар айтқаны бойынша. И ол жаңағы мантия астынан көбейіп, ол деген любой жерден жер сілкінісі пайда болуы мүмкін. Қазір ең қауіптісі сол да. Бұрында деген тек тектонический жаңағы плиталар екеуі кездескен жерде көп болса, қазір оған қарамайды уже соңғы уақыттары. Любой жерде бұрын болмаған жерлерден соның себебінен Қысым күшейіп жатыр. любой жерден шығады дейсің ғой. Иә, любой жерден шыға алады қазіргі осы мына Магма любой жерден қысымнан. Иә, сол Сен ойламаған ең қауіптісі жерден. сол болып тұр ғой. Иә, сол айта кетерім деген сол. Сен ойламаған жерден қимылдауы мүмкін да, яғни өте қауіпті. Ойламаған тұстан Аумақтан, иә, ойламаған жер шар любой жерден болуы мүмкін. Яғни бұл кез келген жерден болу себебі бұл глубоко фокусный землетрясенияның себебінен болып тұр ғой, иә? Иә, жаңағы біздің ядро күн жаңағы сәуле қыздырып ісінгеннен ғой, біздің еще жердің өзі де ускорение алды деп ғалымдар осы айтып жатыр ғой соңғы уақыттары. Уақыт былай қарағанда бүкіл адам, любой адамнан соңғы уақыт сұрасаң айтады, бұрын деген уақыт деген қазір тек зу өте шығады, көзін ашқанша жұма басталып жатады, қазір жұма бітіп жатады деп. Оның бәрі уже ғылыми түрде уже дәлелденген. Ұмытып қалдым, ұшында тұр бір сағат бар ғой, соны өлшейтін 12 сағат қазір деген уже неше секундқа қазір көбейген деп соны ғалымдардың өздері айтып жатыр да. Сол ускорение земли, вращение жаңа жердің айналымы жылдамдап жатыр. Иә, ол жылдамдаған сайын, значит, біздің ядро мантияда жылдам айналғасын жаңағы, ол да біздің нені үлкейтіп жатыр қазір жер шарын. И вулкандар атқылап жатыр соның кесірінен қазір соңғы уақыттары. Енді жалпы осы глубоко фокусный землетрясение дегенде мен көз алдыма енді өзім форумда көргенде түсінгенім бойынша жаңағы бәленбай бомбаның жарылысымен тең деп атады, иә. Сонда магманың ішінде сондай жарылыстар болып жатады ғой, сондай процестер жүріп жатады. Ыстық магма мен сұйық магма бір-бірінен кездескенде сондай жарылыстар болып, өте үлкен жаңағы жарылыстың болғанын жаңағы осы жердің қыртысы жаңағы қозғалуына дейін апарады. Сол осы кез келген жерден жер сілкінісі болады деген содан болып тұр ғой сонда. Енді ядро қатты агрессивный болып бізде қызып жаңағы нетіп жатыр да, орнынан ығысып сондай процестер жүріп жатыр. Сондықтан да осы процестің барлығы бір-бірімен байланысып жердің айналу осы өзгеріп, жаңағы жердің өзінің пішіні де кішкене бұрын сопақ болса, қазір көлденең кішкене созылыңқырап экватор жағынан кең болып бара жатыр, иә. Сол әрине осы процестер енді әр адам түсініп осыны білсе, бізге енді осы ақпараттарды өз қарапайым тілмен өстіп жеткізіп айту ғана қолымыздан келеді енді. Соны енді келесі сұрақ, осындай жер сілкінісі кезінде адамдар нені білу керек, қандай қауіпсіздік шараларын алдын ала жасап дайындалу керек? Айта кетейін бе? Жер сілкінісі кезінде, мен өзім былай
осы жаңағы бүкіл табиғи апаттар туралы өзгерістерді біле бастаған кезде бір кітап оқыдым. Сонда көбіне айтылады, жер сілкінісі кезінде в первую очередь бірінші паника жасамау керек адам. Паника жасамау керек и жүгіріп, асығып, ондай әрекеттер жасамау керек. Спокойно бәрін тоқтатып, керек құжаттарды уже заранее дайындап қою керек. Сосын баспалдақпен жүгіруге болмайды. Екіншісі лифтке міну болмайды. Лифтте тұрсаңыз, жер сілкінісі кезінде тек сразу шығу керек лифттен. Сеніз ол кезде өте қауіпті. Лифт деген ашылмауы мүмкін. Тек осы 3 минуттың ішінде шығып үлгеру керек деп айтады осы МЧС, ЧС-тардың айтуы бойынша. Сосын алдын ала бүкіл отбасын даярлап қою керек. Уже заранее не істеу керек. Көбінесе жаңа холодильник, кровать, соның жанына треугольник жизни дейді ғой, сөйтіп жату керек деп айтады. Көбіне жаңа Түркияда болған жер сілкінісі кезінде холодильниктің қасына жатқан балдар аман қалған екен. бір минут кішкене шегініп отырыңызшы, басыңыз кесіліп тұр. Тем более сіз сөйлеп жатсыз ғой. Осылай. Жаңағы айтып отқан холодильниктің қасында көп адам аман қалған екен. Сосын жаңағы диван, столдар негізі айтады ғой, көбі столдың астына, ол негізі қауіпті екен. Көбіне жаңа құлаған кезде столдан тоже сынып, ағаш столдар ғой, енді тамақ ішетін. Көп жерде школдарда сөйтіп үйретіп жатады ғой, парттың астына кіріңіздер деп. Олай негізі болмайды екен. Жаңағы несущая стена дейді ғой, сондай жерге отыру керек. Сосын жаңағы холодильник, диван, сондай жерге болады. Сосын заранее бүкіл отбасын заранее айтып қою керек, не істеу керек екенін. План действия. Когда адамға айтып қойған кезде, сондай жағдай болғанда уже біледі да, бүкіл семья не істеу керек екенін. Одан бұрын жаңағы су, газ, свет, мысалы уақыт болып жатса, сөндіріп кеткен жақсы, дұрыс болады. Неге десеңіз, жер сілкінісі басталып кетіп, жаңа жарылып, сіз қашып кетесіз сыртқа, и содан ары қарай өрт туындауы мүмкін, немесе газ шығып, соның бәрін алдын ала алу керек, біліп, ескерту керек бүкіл семьяны. И тревожный чемоданчик, уже соңғы уақыттар қазір көп айтып жатыр, школдарда осы кеше бізге айтып жатыр, бізде мұнда наводнение көп болды ғой батыста. Соған бізде даярлық жасап жатыр қазір мектептерде тоже. Сондай қосатындарыңыз болса, қоса беріңіз. Ана жалпы үстіңгі этаждағы 9-шы этаж, жоғары этаждағылар не істеу керек? Мысалы, бірінші этаж шығып үлгеретін шығар, бірақ жоғары этаждар үлгермейді ғой. Жоқ, көбіне сол айтады, ЧС-тардың айтуы бойынша 3 минуттың ішінде, егер де жаңағыдай тревожный чемоданчигіңіз дайын болса, сосын сіздің семьяңыз уже ондай ескертіп қойсаңыз, олар шығып үлгереді дейді, жаңағы жүгіріп төменге дейін. Көбі енді паника бізде ешкім ескертпейді ғой. Ондай прям жер сілкінісі қатты басталып кетсе, лучше шықпаған жақсы. Жаңағыдай треугольник жизни дейді ғой, сондай жерге лучше тығылған жақсы деп айтады. Жаңағы несущая стенаның қасында, айтып кеткендей, ваннаға тығылуға болады, холодильниктің қасына, диван, сондай жерге жатып тығылған жақсы. Егер де уже жер сілкінісі қатты балмен басталып кетсе. Абылай жай сілкінісі енді басталып жатса, онда сыртқа шығып үлгеру мүмкіндік бар. Но жаңағыдай 8-де 8, 7-ден жоғары болса, лучше сыртқа шаппаған жақсы жоғары этаждар. Сөйтіп айтады ЧС-тағылар айтуынша. Ваннаны наоборот қауіпті деп естігем. Себебі сол жерде трубалар жарылады ғой, ыстық су күйдіруі мүмкін адамды. Сондай мағлұмат естігемін. Оны ақпарат ұстап қарау керек онда. Ал қосарларыңыз бар ма? Мен де келісемін, сол жоғарғы этажда болғанда, сол жаңағы бөлмені толық
қалай айтсақ сол бөлмеде мысалы шкафтың қасында тұрмау керек, өйткені шкаф жер сілкінген кезде құлап кетуі мүмкін. Мына есіктің проемына тұрса болады, сондай нелер қолданып. Ал егер сіз сыртқа шықсақ, соның өзінде құлап жатқан ғимараттан алыстау болу керек, ағаштардан алыстау болу керек, мына тоқ нелерінен, столбтарынан алыстау болу керек, сондай нені сақтану керек. И алдын ала мына осы апаттар болмай жатып, жер сілкінісі болмай жатып, жаңағы Жанбек айтып кетті, тревожный рюкзак дайындап қою керек алдын ала. Бір 3 күнге жететіндей суың болу керек, тамағың болу керек, дәрі-дәрмек болу керек, қолданатын бинт болсын, не болсын, бәрі болуы мүмкін. Жылы киімің болу керек, средства первой гигиены дейді. Сондай самый необходимый керек заттарды бүкіл жаңағы отбасыға байланысты соның бәрін алдын ала жинап, дайындап, оңай жерге есіктің қасына дайындап қою керек. Егер шығатын мүмкіндік болса, сол рюкзакты іліп алып кететін, сасқалақтамай, спокойно, сабырмен. Ал сол если шығатын мүмкіндік жоқ болса, онда жаңағы үйде бөлмеде керек. Қоса кететінім, ең маңызды, сосын мысалы сіз сыртқа шығып үлгерсеңіз, міндетті түрде жаңағы көмек көрсеткен абзал болады. Жаңа первый помощь дейді. Көрші көлем, үлкен кісілер шыға алмай нетіп жатса, бізде қазір соңғы уақытта адамгершілік азайып жатыр ғой адамдарда. Сол үшін көбіне ескертіп үйдегілерге де адамзат солай ғой, көрсе сен көмектесіп отқаның, көршінде соны көріп соны жасайды. Мысалы сондай қауіпті жағдай кезінде бір-біріне көмектескен абзал. Ең маңызды нәрселердің бірі. Көмектескен кезде сізге қарап басқалардың да көмектескісі келеді. Пример ретінде. Нейроны оянады ғой. Сосын мен мынандай ақпарат естігем. Осы бір табын жылқы тауып бара жатқан кезде бір жылқы құлап қалса, олар оны таптамайды екен. Олар сондай прям өте жақын шауып бара жатса да, ешқандай бір-біріне зиян келтірмейді екен. Оларда яғни синхронизация деген бар екен да. Бір-бірінің жаңағыдай расстояниясын сезеді. Ал бізде енді осындай уақыттарда адамдар синхронизация дегенді білмейді. Олар таптап, бір-біріне жаңағыдай ауыр болып жатса да, өздерінің қамын ғана ойлап, жүгіріп, жан құтқару үшін сондай зиян жасап өтіп кетеді. Осындай моменттерде әрине адамгершілік өте керек. Адамдар соны білу керек. Жалпы келсем, осы айтатындарды айтсыздар. Жалпы ол да осы тұжырымға негізін айта аламын. Бірақ негізі жаңағыдегі ғой, паника ғой. Адамдар мысалы бір нәрседен қорыққан кезде өте қатты паника, не істеп не болғанын білмей қалады да. Енді основной сол нәрсе ғой. Осы өзімізде мысалы осы Арыс қаласы жарылған кезде, мысалы осы Бадам деген жердеміз біз. Жақын жердеміз ғой. Адамдар паникамен мысалы до того машинаның жолдың бәрі толып қалды. Авария болып кетті. Сол моменттің өзінде адамдар паникаға түскенде уже адамдар не істерін білмей қалады ғой. Жаңағыдегі не істеп не қойып жатқанын білмей қалады да. Яғни үлкен нәрсе ол қосымша жаңағыдегі қосымша күш та уже, ол да қосымша кедергі да. Жаңағыдегі адамдар яғни мүмкіндігінше жаңағыдегідей бәрін ойлап, іштей біліп отыру керек қой. Ондай нәрседе, ондай кезде іштей дайын болу керек қой жалпы. Не нәрсеге болса да өздері сезініп айтқаным сол. Жер сілкінісі тоже айтып келмейді ғой, жер сілкінісі аяқ астынан болады. Сондықтан біз бала мектепте, өзіміз жұмыста сондай кездерде болып қалады. Сонда не істеу керек? Ондай кезде ол жағдайға қалай дайын болу керек алдын ала? Ондай кезде заранее жаңағы бана айта кеттім ғой, отбасымен алдын ала айтып қою керек. Мысалы мен өзім су тасқыны көп болғасын мен айтып қойдым жаңа. Менде 2 бала, 1 қызым бар. Су тасқыны болып жатса не істеу керек екенін. Кімде жаңағыдай Алматыда тұрады, сейсмический жерлерде тұратын кісілер өз семьясына айту керек заранее. Не істеу керек екенін. Жаңағыдай. Сыртта тұрса тоқ бар жер, терек бар жерден алыстау тұру керек. Здание үлкен биік үйлерден алыстау тұру керек. Кішкене алаң бар жерге шығу керек. Сондай заранее айтып қою керек алдын ала. Любой уақыт уже біліп жүргесін, олар бала болсын уже біледі да не істеу керек екенін. Хоть паника басын ұстағанмен кішкене өзін сабырға ұста деп сөйтіп айтып қойсам, сол есіне түседі сондай кезде адамға. Но сосын бір несі адамзат ұмытып кетеді ғой.
лучше, конечно, жаңа 2 жұма сайын қайталап ескертіп айтып тұрған жақсы, есіне түсіріп. Мен мысалы Тенгизде жұмыс істеген кезде, біздер каждый жаңа вахтаға барып келген сайын біздерге ана не өткізетін еді. Безопасное вождение, сосын во время сероводород взрыв болған кезде не істеу керек. Каждый барған сайын сол кезде ескертеді, қандай қауіп жағдайда қандай шаралар қолдану керек екенін. Соның арқасында біздер көп жігіттер аман қалып жүрді. Ай сайын уже ескертіп отырғасын. Сондықтан соны ұмытпау керек. Бізде деген көбіне бір айтамыз да, сосын ұмытып кетеміз ғой. Жарты жылдан кейін пока жер сілкінбей еске түспейді ғой. Сөйтіп ескертіп тұру керек. Сол кезде мида сақтала бастайды деп ойлаймын өзім. Мен енді ойлаймын, негізі ондайды мектепке енгіздірсе жақсы болатын еді, балаларды үйретіп дайындап. Японияда сондай практика бар ғой, жер сілкінісі көп болғаннан кейін оларды балаларды кішкентай кезден үйретіп дайындайды. Балабақша болсын, мектеп болсын. Негізі осындай, енді біз де айтамыз ғой үйде, отбасымызға. Бірақ сол мектептен соның бәрін дайындап үйретсе, қалай өзіңді ұстап, жер сілкінісінде паниковать етпей, соны мектептерде енгіздірсе күшті болатын еді. Жақсы болатын еді да. Уже сондай паника болмайды, уже балалар ата-аналар қасында болмағанда өздерін қалай ұстап не істеу керек екенін біліп отырып, өмірлерін аман алып қалады деп ойлаймын. Енді жаңағы Жандос, Жандарбек айтып жатыр ғой, алдын ала осы сценарийді айтып, соны дайындау керек деп. Енді мынандай да жағдай болады, үйде мектептегі жақсы, енді мектепте енді балаларды жинап бір жерде ұстайды, ал енді студент балалар болады, немесе бір үйде ересек адамдар, бірнеше ересек адам болады, әрқайсы әр жерде, біреуі студент, біреуі жұмыста, тағы біреуі басқа жақта. Осындай кезде мысалы инфраструктура жоқ болады, мысалы уақытша свет жоқ болады, интернет жоқ болады. Сол кезде алдын ала бір точканы дайындап қою керек. Міне, если осындай жағдай болса, біз осы жерге барамыз, мысалы әжемнің үйіне барамыз, немесе бір какой-то бір центр болады ғой, бір сол центрде жиналайық, осы землетрясение болып қалса қайтадан өзімізді тауып алу үшін. Енді телефон жоқ болғандықтан солай алдын ала сценарийді жазып қойса, бір-бірін табу мүмкіндігі жоғары болады да. Енді әрине ондай кездерге кездесіп жатсақ өте қиын, енді қорқынышты, бірақ білгенде дұрыс, осыны айтқанда дұрыс, айтып дайындық жүргізген дұрыс. Дайын болған дұрыс, дайын болған жақсы. Дұрыс айтасың, Бауыржан, алдын ала келісіп, қай жерде кездесетініміз, қай жерде жиналатынымызды, оның бәрі келісіп алған өте дұрыс. Ол жер сілкінісі болғанда ол интернетте өшіп қалуы мүмкін, свет өшіп қалуы мүмкін, связь мүлдем жоқ болып кетуі. Сонда өте жақсы кеңес. Мына осы болған оқиға екен да. Осы Түркияда бір волонтер өзінің басынан өткенін айтып жатыр. Жер сілкінісі болып біткеннен кейін дейді, өте көп адамдар қайтыс болып кетті. Неліктен? Себебі оларға жаңағы базовый потребность жоқ болды. Дер кезінде жеткізілмеді су, тамақ. Ол енді жылы уақытта ғана емес, суық уақытта да болуы мүмкін ғой жер сілкінісі. Сондықтан адам тез арада жаңағы жылу немесе дәрі-дәрмек алмай қалса, ол өміріне қауіп төнуі мүмкін. Әркімнің жарақаты әртүрлі болады, мысалы үшін. Немесе элементарно, мысалы судың өзі дефицит болып тұрады, сондықтан осындай да проблемалар болатыны тоже адамдар білу керек, Енді бұл жағдайда халыққа енді қалайнан жеткізуге болады, чтобы енді осындай проблемаларға ұшырамас үшін, осындай мейлінше аз зардап шегіп, енді азырақ қиындықты тез жеңіп, өздерінің дайындықтарының арқасында осы апаттардан аман есен қалу үшін қандай енді әрекеттер жасау керек, бір ауыз. Жаңа мен айта кетейін. Жаңа айтып отырсың ғой, көбі Түркияда жер сілкінісінен кейін негізі тревожный чемоданчик болған кезде көп адам аман қалатын еді деп мен де естідім негізі Түркияда. Неге сен күн суық болды, киімдер болмады, тамақ, содан кейін су тапшылығы болды, обезвоживаниедан өздері жаңа завалдан шыққан адамдардың өздерінде дәрі-дәрмек бәрі, енді больница, аптека, поликлиника бәрі жер астында қалды ғой. Сол кезде келген волонтерлар аз болды, қаншама адам шығарып, тревожный, даже өздері заранее шыққан адамдардың өздерінде қолдарында, ешкім білмейді ғой, тревожный чемоданчик болған жоқ. Сонымен айтарым, заранее
тревожный чемоданчик дайындап қойса, ішіне 3 күндік жаңағы суымен, дәрі-дәрмегімен, жылы киімімен, сол кезде 3 күннің ішінде әйтеуір бір бала шағана тамағын беріп, жылы киімін беріп, пока жаңағы үкімет келгенше или көмек келгенше шыдауға деймін да. Менің ойым сол. Тревожный чемоданчик дайындап и заранее айту керек. Қалай сол ситуацияда не істейміз деп. Халыққа айтарым, негізі мына климаттық апаттар күшейіп келе жатыр ғой. Соны халық кішкене зерттеп, өздері ойланса, ары қарай қарап, мына неліктен болып жатыр. Сол кезде кішкене түсінік кіре бастайды. Біздер Алланың болғаны ғой, халық бәрімен біргеміз деп жүре бермей, кішкене ізденсек, сол кезде аздап түсіне бастайды деп ойлаймын өзім. Мен өзім сөйтіп бастағанмын басында. Жаңағы климаттар өзгерістер көбейді. Соны ізденістің арқасында келдік қой бәріміз. Негізі өз опытыңызды айтқаныңыз жақсы болды. Өзіңіз қалай осы түсінікке келгеніңізді айтқан өте интересно да, негізі адамдарға. Сол бәріміз де соны ізденістің арқасында келдік қой. Климаттың жаңағы өзімді іштей тоже ізденіс бола бастады. Ізденістің арқасында келдік бәріміз. Рахмет. Енді мен халыққа айтсам, мысалы әрқайсы адам ол сезет, жүрекпен сезет, өзгеріс болып жатқан көздері де жетіп жатыр. Мына рас 2-3 жыл болды, күн қатысып кетті жазда, содан білініп тұрады. Осы климаттың өзгеріп жатқанын СМИ-дан айтпаса да, өздері бәрі роликтер көздеріне түседі ғой, қай жақта қандай апаттар болып жатқанын. Олар, адамдар, сіздерге енді айтарым, сырттан көмек келеді, біреу келіп қарап деп сенбеңіздер. Қазіргі мына фактілер жан-жақта мемлекетте болып жатқан фактілер көрсетіп жатыр, адамдар өз-өздеріне көмектесіп жатыр, волонтерлар көмектесіп жатыр. Сондықтан да қазірден бастап зерттен неге бұлай болып жатыр деп, бізге сенбесеңіздер де осы форумдарға кіріп, көріп, зерттеп, неге осындай құбылыстар болып жатыр, неге жер сілкінісі көбейіп кетті, неге оның балдары көбейіп жатыр деп зерттесеңіздер, сіздер көп нәрсені түсінесіздер. Өз өмірлеріңізді сақтап қаласыздар, балаларыңыздың өмірін сақтап қаласыздар. Сол жаңа мен айтқаным, ана үлкен кісіден сұрағанда қалай енді осы адамдарға осы ақпаратты жеткіземіз деп айтқан кезде, ол кісі айтты, балам, адамдардың басына бір апат түспей, бір апат өтпей қатты, олар оянбайды, олар сенбейді деп. Шын айтсақ, шын жүректен мен ондай апат болмай қойса екен, адам басынан ондай өтпесе екен деп тілеймін. Сондықтан осындай жағдайға жеткізбей, үлкен апатқа зерттеңіздер, қазірден бастап әрекет етейік. Бізде мүмкіншілік бар, бізде интернет бар, связь бар, бізде қазір бәрі мүмкіншілік бар. Қорқатын ештеңе жоқ. Ойбай, осындай апаттар болып жатыр деп қорықпаңыздар, бұдан жақсы шығатын жол бар. Ал Балжан, бізге айтатын болсақ, мына біз қазір ақпарат таратамыз, мына Жандос отыр, Жәнібек отыр, сен отырсың, мен отырсың, қанша бізде волонтерлар бар, айтады, шаршамай айта берейік, ақпаратты тарата берейік. Менен естиді, сенен естиді, Жандостан естиді, Жәнібектен естиді, айланып келіп естиді. Сөйтіп бірде ана тамшы тас жарат дегендей, сөйтіп адамға жеткіземіз деп ойлаймын. Шаршамайық, ақпаратты тарата берейік. Мен адамдарға сенем, болашағымызға сенем. Сондықтан да жауапкершілікті өзімізге алайық. Рахмет. Негізі енді адамдарға айтатынымыз, өзіміз сияқты бәрімізді жақсы ойлайық, жақсы ойланып нәрсеге ниеттенейік, жаман нәрсе болмай қойған жақсы ғой жалпы. Бірақ сонда да сақтанып, осы бөлісіп жатқан ақпараттарды зерттеп, біліп, бөліссе жақсы. Бұл елімізге де жақсы, жер бетіне де жақсы. Яғни адамдар қазір рухани құлдырап кетті дейік қой жалпы. Адамдар осы жағдайға бірден бір себептер негізі адамдардың рухани құлдырауының себебінен ба, кім біледі жалпы. Рухани құлдырап адамдар осы дәрежеге, жердің де адамдардың осы климатты осындай қолмен жасап жатыр ғой негізі. Адамдар осы адамдардың қолы ғой жалпы, қолдары дейді ғой, пластиктің әсері жер планетасына қандай әсер беретін сияқты. Яғни адамдардың да істеген ісі
үлкен жаңағыдегі қозғалысқа келген сияқты жай қарапайым адамдардың да жаңағыдегі істеген ісі үлкен қозғалысқа алып келеді. Сондықтан яғни бұл ақпараттарды естіген кезде жай ғана өткізіп жібермей терең ары қарай зерттеп шынымен де не болады екен деген сияқты толғанса бір жақсы өзгеріс болады деп ойлаймын. Жалпы жақсы жағынан болсын деп тілейміз. Құдай өзі адамдар мейірімді болған сайын Құдайдың өзі не қылатын шығар, бір бірімізді жақсы көріп тек қана жаңағыдегі жақсылықты тарқатайық, сол кезде жақсы болар бәрі. Сол айтарым. Рахмет. Рахмет. Жақсы айттыңыз, жаңа әр адамның әрекетіне байланысты. Әр адам негізі сол таңдауы бір-бірімізге әсер етіп жатыр да. Әр адамның әр сәт сайын таңдауы біздің тағдырымызға әсер етеді. Сондықтан осы байланысты әр адам түсінсе екен, осы мүмкіндікті қазіргі уақыттағы ең керемет уақыттар болып жатыр. Осы уақыттарды, алтын уақыттарды дұрыс таңдау жасап, тиімді пайдаланып, жақсы көріп бір-бірімізді, адамгершілікті оятып, үндеу салып бір-бірімізге, бір-біріміздің қолымыздан жетектеп, осындай үлкен бір адамзат болып оянсақ, жақсы нұр үстіне нұр болар еді. Қазірдің өзінде бастауы жаман емес. Мысалы, барлығымыз да осы форумдар арқылы ақпаратты алып біліп отырмыз ғой. Яғни осы қазір отырған міне 4 волонтер сияқты әлем бойынша 180 мемлекетте волонтерлар бар екен. Бұл бастау өте керемет. Сондықтан осы адамдар қатары көбейе берсін. Сіздерге де рахмет. Осы келіп, әңгіме айтып, өз пікірлеріңізді бөлісіп, ақпарат беріп, халыққа хабардар еткізіп жатқан әрекеттеріңіз үшін рахмет. Сіздер сияқты адамдар көп болсын. Сондықтан қоштасайық осымен. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Рахмет саған да. Рахмет. Көп білмеген ақпаратты сендерден естідім, өстіп ана мозаика жиналады ғой, тура сол сияқты